Дроперлер дегеніміз кімдер? Дроперлер бұл қаржылық алаяқтардың ұрлаған ақшасын өзінің банк картасы арқылы өткізетін адам. Бұл дроперлерді көбіне әртүрлі шоттардан ақша аударымдарын жасау үшін пайдаланады. Және осы арқылы қаржылық алаяқтар өздерінің қылмыстық істерін жасыра алады. Заң тілінде ақша молдары немесе ақша тасымалдаушылар деп аталады. Бір сөзбен айтқанда, алаяқтарға алданған тұлға. Келесі дроперлердің көрінісі қандай болады? Бізде бірінші бұл зейнеткерлер, Орталық Азиядан келген еңбек иммигранттары, Қазақстан Республикасының бейрезиденттері және студенттер мен жұмыссыз азаматтар. Бұның ішіне аса назар аударатын бұл 18 пен 25 жас аралығындағы студенттер. Себебі қаржылық тәуекелге көп баратын және де ақшаға мұқтаж осы біздің студенттеріміз болып табылады. Келесі дроптардың түрлері. Дроптар өздері әрекеттеріне байланысты әр түрлерге бөлінеді. Бірінші бұл қолма-қол ақша аударушылар. Бұл жерде карталардан қылмыстық ақшаны шешіп, алаяқтарға береді. Екінші транзиттік аударым жасаушылар. Бұл жерде дроперлер өздерінің картасы арқылы қаржылық алаяқтардың көрсеткен реквизиттеріне ақша аударып жасайды. Үшіншісі бұл қаражат аударушылар. Яғни бұл жерде бір ғана дропер емес, бірнеше дропер болады. Яғни бірінші дроперден екінші дроперден үшінші дроперге аударып жасау арқылы бірнеше дропер осы қылмыстық іске қатысады. Төртінші бұл универсалды немесе әмбебап дропер деп атаймыз. Бұл әмбебап дропер осы барлық операцияны жүзеге асыра алатын дропер. Дроперлердің вакансиясы қандай болады? Бұл жерде көбінесе табысты немесе заңсыз жұмыстарды ұсынады. Және де танымал сайттарда және платформаларда өздерін көрсетеді. Себебі осы танымал сайттар арқылы бұл дроперлерді оңай таба алады. Дроперлерді іздеудегі хабарламалар. Бұндай ұсыныстар жұмыс істемеген адамдардың өзіне де жіберілуі мүмкін. Және де алаяқтар әлеуметтік желілерде, электрондық поштаға және мессенджерлерге жеке хабарламалар жібереді. Және де бұл жерде ең маңызды тұсы бұл сіздерге аз уақыт қана жұмыс жасап, өте үлкен бір табысты ұсынуы мүмкін. Және де сіз өздеріңіздің ыңғайларыңызға қарай кесте ұсынады. Келесі дроптың вакансиясын басқа вакансиялардан қалай анықтаймыз? Біріншісі бұл банк карталарын ашуды талап етеді. Екіншіден сіздің жеке деректеріңізді жалған жұмыс орындарына тіркеу үшін қолданады. Үшіншіден крипто биржаларында, мобильді банкингте немесе төлем жүйелерінде шоттар ашуды ұсынады. Және сіздің атыңызға бірнеше сим карталарда тіркейді. Жұмыс беруші ақшалы немесе криптовалютамен операция жасауды ұсынады. Жұмысшыға нақты талаптар қойылмайды. Және де жұмыс берушімен тек онлайн байланыс жасайды. Дроптың вакансиясын қалай анықтаймыз? Бұл жерде жаңа көрсетіп өткенімізде бұл мысал ретінде, яғни сіздің кәсіби талап қойылмайды, және де аз ғана жұмыс жасап, өте үлкен табысты уәде етеді. Және де қылмыспен жаза, яғни бұл жерде алаяқтыққа қатысқан үшін тартылған қылмыстық жауапкершілік Қылмыстық кодекстің 190 бабы мен 28 бабында көрсетілгенде 10 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Және де азаматтық сот ісін жүргізуде негізсіз баю ретінде заңсыз жолмен алынған ақшаның толық сомасын қайтару міндеттеледі. Және де бұл барлық банктағы шоттарды бұғаттап, деректер базасында қаржылық қара таңба қойылады. Бірінші кейс бойынша бұл Астанадағы жоғары оқу орындарының белгілі бір студенті картасын 10 мың теңгеге сатқан. Және де сол карта арқылы алаяқтар 150 миллион теңгеден аса студенттің картасы арқылы аударымдар жасаған. Қазіргі уақытта бұл студенттің үстінен қылмыстық іс қозғалуда. Келесі кейс бойынша Алматыдағы студент виртуалды түрде онан астам шот ашып, оның әр қайсысын 5 мың теңгеден сатқан. Және де оның шоттары арқылы есірткі саудасынан 125 миллион теңге көлемінде операциялар жүргізілген. Бұл студент тек өзінің ғана емес, жақын таныстарының, достарының атынан да шот ашу арқылы қылмыстық операцияларға қатысқан. Сол себепті де бұл қазір студенттің үстінен өзінің де және отбасында қылмыстық іс қозғалуда. Келесі кейс бойынша Ұлытаудағы колледж оқушысы Telegram желісінде онлайн жұмыс табады. Және оның міндетіне мобильді банкингтерді басқару және фиат ақшасын криптовалютаға аудару кіреді. Ол іс-әрекеттерді Telegram желісінде куратордың нұсқауымен жасап отырған. Және осындай схема бойынша бұл студент 250 миллион теңгені криптовалютаға ауыстырған.
ол өзінің қазір тмд елдеріндегі ірі наркошоптың бас есепшісі екенін тіпті сезіктенбеді де. Қазіргі уақытта бұның үстінен қылмыстық схемаға қатысы бар ма жоқ па анықталуда. Келесі 4-ші кейс бойынша Астанадағы студент криптобиржада өзінің есептік жазбаларын 20 мың теңгеден сатып отырған және оның шоттары арқылы алаяқтар 350 миллион теңгені заңдастырған. Қазіргі уақытта бұл студенттің үстінде қылмысқа қатысы деп танылуда. 5-ші кейс бойынша қарапайым үй шаруасындағы әйел бухгалтер вакансиясына жауап береді, яғни вакансияны көріп, ол жерде дипломның талап етілмейтінін көріп, осы вакансияға хабарласады және де ол жерден криптовалютаға әртүрлі ақшаны аударып отырған. Әрбір транзакциядан бұл 2% көлемінде сыйақы алып отырған. Және оған келіп түскен ақша ұрланған болып шығады. Және банктер қызға қарсы азаматтық талап арыздар беріп, оны жәбірленушілерге 15 миллион теңгеден астам қаражат қайтаруға міндеттейді. Ол бар болғаны 300 мың теңге табамын деп, қазір 15 миллион теңгеге қайтаруға міндеттеледі. Қауіпсіздік ережелері. Бірінші қауіпсіздік ережелерінің бірінші шарты бойынша бұл оңай ақша табуға уәде беретін жұмыс орындарына жауап бермеу қажет. Екінші, бұл жұмыс берушінің адалдығын өз бетінше тексеріңіз. Үшінші, банк картаңыздың деректерін ешкімге әсіресе үшінші тұлғаларға айтпаңыз. Төртінші, бұл құпия сөздерді жиі жаңартып, белгісіз сілтемелерге өтпеңіз.